Кайырлы күн, құрметті бизнес әріптестер. Кайырлы күн, құрметті менің ютубтағы оқырмандарым. Мен сіздер менен әдеттегідей жүздесіп отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Сіздерді бүгінгі ең ұлық мереке, неше күннен бері тойланып жатырған Құрбан айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздердің тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын, шалған құрбандықтарыңыз қабыл болсын. Мен сіздерменен әдеттегідей видео түсірілім жалғастыратын боламын. Менің бүгінгі видео түсіріліме түсетін өнім мінекей бүйрек ауруларының бірден бір емі кардицепс өнімі, табиғи антибиотик. Сол бүйрек ауруларына қандай мөлшерде ішу керек және оны қалай емдейміз деген тақырыптарға біз бүгін жауап беретін боламыз. Егер менің видеом ұнап, көңілдеріңізден шығып жатса, әдеттегідей тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Мінекей, ең бірінші осы кардицепс өнімінің ішінде 100 капсула бар. Бұл яғни бүйректің ең бірінші көмектесетін ауру, бүйректің аурулары. Ол деп отырғанымыз бүйректегі тас, бүйректегі құм, бүйректің төмен түсуі, және бүйректің ісінуі, бүйректің зат алмасуының бұзылуы, бүйрек органымыздың яғни дұрыс жұмыс жасамауының барлығына өте керемет көмектеседі екен. Білесіздер, иә? Адам организмінде бүйрек органы ол өте жоғары мәнге ие орган болып табылады. Ол органда қандай да бір ақау болмасын, ол сіздің өміріңізге тікелей әсер етеді. Яғни бүйрегіңіз сіздің ауыратын болса, бүйрегіңізде қатты салқын болатын болса, ол бізде өмірімізге бала келуге, қыз баласына және ер баласы үйленгеннен кейін өмірге бала келуге, белсіз болуына көп кесірін тигізеді екен. Сондықтан бүйрегіңіз ауырмасын десеңіз, бүйрегімізді біз күтіп жүруіміз қажет екен. Одан кейін бұл бүйрек ауруын емдеу үшін мінекей кешкі сағат 5 пенен 7, яғни бүйректің ең активны жұмыс жасайтын уақытысы, бүйректің меридианына 5 капсуладан ішіп отыратын болсаңыз, сіз бүйректің барлық ауруларын емдеп алады екенсіз. Сонан кейін бізде бұл өнімнің тағы да керемет көмектесетін ауруы бізде барлық адамда кездеседі қазір. Иммунитеттің төмендігі. Иммунитетіңіз төмен болғаннан кейін сіз тұмау болып қаласыз. Иммунитетіңіз төмен болғаннан кейін сіз жұқпалы аурулармен ауырасыз. Иммунитетіңіз төмен болғаннан кейін сізде жалпы алғанда өмір сүруге деген қабілетіңіз төмендейді екен. Егер иммунитетті көтергіңіз келсе, осы өнімді ішіңіз, иммунитетіңізді өте жақсы көтеріп алады екенсіз. Сонан кейін бізде тағы да керемет көмектесетін ауруы, ол яғни тыныс жолдары ауруы, бронхит, мынау өкпеге су жиналуы, өкпеге сары судың жиналуы, өкпенің қабынуы, туберкулез ауруларының бірден бір емі екен. Сонан кейін бұл табиғи Тибет тауында өскен шөптерден жасалған өнім болғаннан кейін бұның керемет атауы табиғи антибиотик. Әрбір үйде тұруға тиісті. Неге десеңіз, адам организмінде, яғни сіздің организміңізде қай жеріңізде болмасын, салқын болатын болса, бұл өнім скорый помощь болып тұратын болса, үйіңізде
скорый помощьтың орнын заменять етеді. Егер осы өнімнен 2-3 капсуладан сіз ішетін болсаңыз, сіздегі тұмау, иммунитеттің төмендігі, барлық аурулардың яғни тоқтауына, қабынуына, алдын алуына өте керемет көмектеседі екен. Қараңызшы, иә, бір ғана 100 капсула ішінде 100 капсула ғана тұратын өнім өте адам организміне қатты көмектеседі екен. Құрметті менің оқырмандарым, құрметті менің жанашыр достарым, менің бүгінгі берген бүйрек ауруларының емі деп аталатын кардицепс өнімі жөнінде айтылған толыққанды ақпаратым сіздердің көңілдеріңізден шықты деген ойдамын. Егер сіздердің көңілдеріңізден шықса, әдеттегідей меніменен бірге болып, тіркеліп, өз қолдауларыңызды, көрсетулеріңізді сұраймын. Келесі менің видеомда жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.